Сәлем достар. Біз бүгін құйрық майды осылай қайнатып жатырмыз. Біз осыдан бұйырса, құйрық майдан жасалынған салы жасаймыз. 1 сағаттай қайнады, енді алып жатырмыз. Суығаннан кейін ары қарай қалай жасайтынымызды көрсететін боламыз. Суға лавровый лист салдым. Қайнатқанда лавровый лист және қара горошек бұрыштар қостық. Біз жаңа пісіріп алған құйрық майымызға енді қоспасын жасаймыз. Кішкене чеснок қостық. Енді имбирьдан сәл-пәл қосамыз. Сычуанский перец дейді. Содан қосамыз. Осы сәл-пәл жетеді. Және мынау паприка, тәтті бұрыш. Бұдан көбірек қосыңыз. Енді қызыл бұрыштың аштысы. Бұдан да сәл тағы да қосасыз. Ол артық болмайды. Ол қайнат жатқанда да тұз қосқан болатынбыз, бірақ тағы да тұз қосамыз. Енді осы миксермен осының бәрін араластырып, мына құйрық майда шылайтын боламыз. Мына осындай размерде суыған құйрық майымызды турап жатырмыз. Қазір осыны жаңағы дайындаған дүниемізге шылайтын боламыз. Енді мына қоспамызды мынаумен шылаймыз. Әбден сіңіріп үйкелейсіз. Әрбір бөлшегіне толық сіңдіріп тұрып, үйкелеп тұрып, жауып, престеп 2-3 күнге қойып қоямыз. Содан ол сіңеді және өте дәмді болып шығады. Міне дәл осылай жаңағы жасаған қоспамызбен араластырып, сіңіріп, престеп, бетін жауып 2-3 күнге қойып қоямыз.